Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыз апай. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, күшті. Тамаша, жарайсыңдар. Ендеше мен сендерге жұмбақ жасырамын. Сол жұмбақтың шешуін табуға тырысамыз. Жарай ма балалар? Жарай. Жұмбақ. Ата-бабам ойнаған, мұра етіп қалдырған. Алшы, тәйке, шік, бүк жабдықтары аталған. Бұл не екен? Асық. Асық. Дұрыс айтасыңдар балалар. Балалар, асық туралы мен сендерге кішкене ақпарат беріп өтейін. Балалар, ата-бабамыз мал шаруашылығымен айналысқандықтан асықты қойдың жілігінен алған. Оны тазалап, жуып, кептіріп, ата-бабамыз немерелеріне берген екен. Балалар, осылайша біздің ұлттық ойындарымыз ата-бабалардан келе жатыр екен, я? Асық өзінің иіліп түсуіне қарай аттары болады. Алшы, тәйкі, шік және бүк. Асық ойындарының түрлері көп. Үш табан, алшы, тәйкі, құмар және қанталапай. Біздер осы ұлттық ойындардың бірі қанталапай ойынын ойнайтын боламыз. Ал балалар, мен сендерге қанталапайдың ойынның шартын түсіндіріп өтейін балалар. Балалар, менің қолымдағы не? Қоржын. Қоржын. Дұрыс айтасыңдар балалар. Балалар, қоржын ішінде бізде көптеген астар бар екен. Ішінде бізде ерекше қызыл қан түсті астығымыз бар екен. Осы асты мен сендерге қазір ортаға төгемін. Қызыл асты кім бірінші алса, ойынды сол бала бастайды. Ал осы ойыннан кім жеңіп шықса, ол баланы біз мерген деп атаймыз. Балалар, бұл ойынға бізде қыздар да қатысады екен. Ал ендеше ойынымызды бастаймыз. Талапай, талапай, ойын басталды. Ағатыбай. Кім алды қызласты? Тойым алды ойында, тойым бастайды екен, я? Балалар, қолымыздағы асықты алып, шеберге барып, ойынымызды жалғастырамыз. Ал балалар, асығымызды қатармен тігіп шығамыз. Жарайсың. Ал енді қатармен тұрамыз, тойын келе ғой. Ойын тұрады, әшке көреміз, қатармен бағады, қатармен. Ал тойын, атамыз. Егер сен асықты ұстатаймасаң, біз тағыдан мүмкіндікті жауашылы, жаңа жауаппен екінші қайтып ойнауға мүмкіндігіміз бар екен. Ал асығымызды аламыз. Ал, есаман, асық қоямыз. Тойын біз асықты қайдан аламыз? Ал мен саған бір сұрақ қойып жіберші, Самиля. Еліміздің рәміздерін атап берші. Дұрыс жауап бердім. Екінші мүмкіндігім бар. Ал екінші ойнаймыз. Ал енді балалар, біз асығымызды санап, кімде асық көп, ерген баламызды атап шығарайық. Жүріңдер. Ал балалар, енді біз асықтарымызды санаймыз. Дамирде бізде бір асық екен. Тойымда асық неше санашыды, тойым? 6 асық екен. Бегім, сенде неше асық? 1. Ернұр, сенде неше асық екен, санаймыз? 2, 3, 4, 5. 5 асық. Бізде тойым мерген бала атанды. Бізде тойым жеңіп шықса, ал тойымға бәріміз қошемет көрсетейікші. Қошемет көрсетеміз. Жарайсың.